сот шешім шығаратын орган емеспіз. Болған жағдай орын алды, онымен арнайы органдар айналысты. Сот өзінің үкімін шығарды. Жаза жаңағы кінәлі адамдар өзінің жазасын алды. Ол бір екінші, ол уақытта сіз өзіңіз айтқан жаңағы мен орынбасарым Берденов, ол уақытта істегенде бір айға толар-толмас уақыт болған. Ол ешқандай су ресурстары маркетинг мәселесіне қатысты ешқандай қатысы жоқ. Болмаса басқа да маған көрсетіп отырды баспасөз қызметі, көптеген әңгіме шықты, келіп сол кісіге келіп қала шақыра бастап еді, бәрін не отырса, ондай емес. Ол кісі келгенде бір айға толар-толмас уақыт болған. Енді кірісіп жатқан кезі. Енді ары қарай не болғанын өзіңіз білесіз. Ал жаңағы адам енді әр адам өзінің ойына құқылы ғой енді. Жаңағы мен қатысым бар деген нәрсені ол іштен шығарған өздерінің мәселесі. Мен қалай қатысым болады оған? Оларды әрине адам өзін қорғау үшін не істемейді, не демейді. Дұрыс қой. Сол мәселе жаңағы бәрі сот шешімі шығып мәселе аяқталды. Сол себептен оны қайта көтере берудің қажеті жоқ шығар енді. Жақсы, осыған тағы кішкене нақтылау сұрағым бар еді. Осы бойынша мынау Шымкентке танымал Анарбек Орманов, өзіңіз білесіз, осы водный ресурс маркетинг мекемесінің басшысы, соның Батырбек Көшербаев, көлік басқарма басшысы, осы кісілер нәбересіне түрде тендерлерді бөлу, жаңағы бюджетке қатысты кадрлық саясатты шешеді деген сондай ақпараттарда бақ өкілдерінде жария болған. Осыған да өзіңіздің бір пікіріңізді білдіріп кетсеңіз. Сіз айтып отырған екі кісілерді мен жалпы білемін, былай араласым жоқ, бірақ ол кісілер ешқандай да әкімшіліктің жұмысына қатысы жоқ. Бұрын енді айта алмаймын, мен келгелі бері ешкімнің қатысы жоқ. Шешімнің бәрін біз өзіміз қабылдаймыз. Одан бөлек жаңағы сіз өзіңіз айтып өткен тендерлік конкурстың бәрі ашық түрде жария етеді, ашық түрде адамдар қатысып, ашық түрде отырады бәрін. Ол кісінің ешқандай қатысы жоқ, әкімшілікке қатысы жоқ. Осы үлкен дау туды ғой Шымкентте. Дау туғаннан кейін біраз уақыт белсендіге қатысты. Ол ситуация болса енді қылмыстық дау деп айта алмаймын, жұмыс қалай жүрді, солай жүріп жатты. Ешкімге ешқандай жұмысқа әсері болған жоқ біздің. Содан кейін тынышталып қалды деп айтады да, осы сізді де ешқайда халыққа да көрінбей біраз тынышталып қалды. Бірақ осы уақытта осы мәселені жаңағы шешуге өз үлесін Өмірзақ Шөкеев қатысты дейді. Осыған да өзіңіздің пікіріңізді берсеңіз. Сіз айтқан кісіні мен жалпы білемін, ондай кісі бар екен, бірақ ешкімнің тағы айтылып отырмын, ешкімге қатысы жоқ. Біріншіден, екіншіден, сіз хронологияны қараңызшы. Сол айтқан адамды өтініш сізге айтсаңыз, қалай тынышталып қалды, қандай мағынада. Мен соны түсінбей тұрмын. Себебі жұмыс қалай жүріп жатты, солай жүріп отыр. Одан кейін мен кездесулерімде орын алды, халыққа мен ашықпын айттым бәрін. Мен халықпен ашықпын, ешқашан жалған айтпаймын. Бар нәрсені бар деп айтамын. Ақты ақ, қараң қара. Вот қандай кісілер. Енді мен білмеймін ғой, мен жұмысымды адал істеп жатырмын қазір. Әрине бұрын мен білмеймін не болған. Қазір бірақ біреудің жолын кесін деп айта алмаймын. Мен өздері білмесе ол адамдар біреудің жолын кескен. Рахмет. Мен ешқандай жұмысым жоқ, жұмысымды атқарып жатырмын. Нақты жауабыңызға рахмет.